Қыздар, қазір сахнада қобалжымадыңдар ма? Жоқ, вообще қобалжып. Күшті тартып бірақ ше. Иә. Қайда қызықтамадық, апай қайықта екен. Білмеймін, өзім кабинетімде шығар. Сендер барып апайды шақырып келе берсеңдер, біз қыздарды мына жаққа жинайық. Сосын құттықтайық бәріміз бірге. Ай, басым ауырады. Апай, сізге не болды? Апай, сізді бәріміз іздеп жүріп қой. Балдар, қыздар, қайдасыздар? Апай, не болды сізге? Апай, мен барып, дәрігер апай шақырып келем. Мен не істеймін? Апай шынымен де талып қалды ғой. Мен екенімді біліп қойса қайтемін енді. Айару, сен неге жалғыз отырсың? Апайдың жанына барамыз, жүрсей. Жарайды, кеттік. Апайға енді не болады екен? Айтпақшы, Айару мен Ержан қайықта жүр. Шынымен қайда жүр екен? Біз келдік, апай жақсы ма? Сендер қайда жоқ болып кеттіңдер? Апай ойнамайсыңдар ма? Мен Айаруды шақыруға кеткем. Айару, сен қайда жоқ болып кеттің? Осы өмір бір бәле білдіруші едің. Бұл іске сен қатысың жоқ па? Мене бір нәрсе болса, менен көре бересіңдер. Кетіңдерші, а? Не болған? Күнімен үйсіп кетіп қала береді ғой. Бұл жерде бір шикілік бар. Апай бекерден бекер талып қалмайды ғой. Айтпақшы, жаңа Көркем, Сымбат, Айару үшеуі маған су берді. Мен соны апайға апарып бердім. Мүмкін содан шығар. Айарудың неге жынданып жүргені белгілі болды енді. Апай! Сізді сағындық қой, апай. Апай, кешіріңізші, бұның барлығын мен істеген едім. Иә, білем. Бірақ сен ең бастысы өз қателігіңді білу ғой. Өз қателігіңді мойындау және оны жеңу нағыз ерлік. Кешірім мен мейірім болған жерде барлығы керемет аяқталады.